Жылына 200 миллион доллар. Роналдудың Аль-Насрдағы табысы. Аль-Насрға ауысуы Криштиану Роналдуды әлемдегі ең жоғары жалақы алатын ойыншыға айналдырды. Инсайдерлер әртүрлі бонустарды ескере отырып, Португалиялықтың Сауд Арабиясында жылына 200 миллион доллар табатын белгілі болды. Роналдудың Аль-Насрмен алғашқы байланыстары жазда болған. Содан кейін Криштиануға 2 жыл ішінде 250-ден 275 миллион евроға дейін ұсынылды, бірақ ол бас тартты. Қарашаның соңында саудиялықтар тағы да ұсыныс жасады. Бұл жолы келіссөздер жақсырақ өтті. Роналду бұрын қанша табыс тапты? Реал Мадридте Криш бір маусымда 30 миллион доллардан 37 миллион долларға дейін табыс тапқан. Ювентуста маусым айынан 61 миллион доллардан табыс тапты. Манчестер Юнайтедте Роналду 32 миллион долларға жалақысы төмендеді. Аль-Насрда Криштианудың табысы ғарышқа ұшты. Енді қараңыздар, Роналдудың жалақысы жылына 99 миллиард 155 миллион теңге, айына 8 миллиард 250 миллион теңге, аптасына 1 миллиард 925 миллион теңге, күніне 275 миллион 400 мың теңге, сағатына 11 миллион 470 мың теңге, минутына 191 мың теңге, секундына 3200 теңге. Криштиану бір минутта тапқан ақшаны біз бір айда әрең табамыз. Күлейік, күлсек басымызға келер.